Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушылар. Бүгін біздің тақырыбымыз: егер де сізді көршілердің шуы мазаңызды алса, онда не істеу керек? Құқықтық негіздері. Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінде тыныштықты бұзу қарастырылған. Түнгі уақытта тыныштықты бұзуға түнгі 23-тен таңғы 6-ға дейін адамдардың қалыпты демалуы мен тыныштығына кедергі келтіретін үй жайлардағы және олардың сыртындағы жұмыстар шұғыл орындауға жатпайтын шу жатады. Шудың шекті рұқсат етілетін деңгейі адамға әсер ететін физикалық факторларға арналған гигиеналық нормативте жазылған. Мысалы, пәтерде шудың рұқсат етілген деңгейі күндіз 55 децибел, түнде 45 децибел. Салыстыру үшін жұмыс істейтін, мысалы, шаң сорғыштың шуы 75 децибел. Терезенің сыртынан өтіп бара жатқан көліктің дыбысы 55 децибел. Көршілер шулы болса, онда не істеу керек? Іс-әрекеттердің тәртібі қандай? Қандай жағдайларда полиция қоңырау шалып, қалай арыз жазуға болады? Сондай сұрақтар бар. Егер көршілер тыныштықты бұзса, ең алдымен тікелей өздеріне барып, тартысты жағдайды бейбіт жолмен шешуге тырысу керек. Болашақта осы тартысты шешудің дәлелі ретінде шағым жазыңыз. Егер көршілер сіздің өтініштеріңізді елемей, у-шуды тоқтатпаса, полиция қызметкерлерінен көмек сұрап 102 қоңырау немесе учаскелік полиция қоңырау соғу керек. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 268 бабының 2 тармағы бойынша бөлім полиция бөлімшелердің әкімшілік көші-қон полициясының басшылары, жергілікті полиция округының, қаланың, қаладағы ауданның басшылары және олардың орынбасарлары осы әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға және ішкі істер органдардың атынан әкімшілік жаза қолдануға құқылы. Тағы сұрақтар бар осы ретінде. Егер қандай да бір адам учаскелік полиция қызметкерін шақырды дейік, бірақ ол келгенде көршілер тып-тыныш бола қалды. Олардың шулы екенін қалай дәлелдеуге болады? Жауап: жалпы тыныштықты бұзу фактісін тіркеген жөн. Сонда полиция қызметкерлері келген кезде тып-тыныш көршілерге дәлелдер болады. Қалай? Яғни бейжазба, дыбыс жазбаларını жазып алу керек. Егер ешқандай тіркелетін фактіңіз болмаса, онда басқа көршілерді куә болуларын сұраңыз. Олар тәртіп бұзушылардың шу шығарғандарын растайды. Ал тағы сұрақтар бар. Көршілер есік ашпаса, онда не істеу керек? Бұл жағдайда учаскелік полиция қызметкеріне жүгіну керек. Ол заңды бұзушылардан заң талаптарын бұзуды, заңсыз әрекеттерді тоқтатуы талап етеді. Ал бұл талаптарды орындамаған жағдайда тиісті мәжбүрлеу шаралары қолданылады. Атап айтқанда, әкімшілік құқық бұзушылық жасауға себеп болатын жағдайлар мен жағдайларды жою туралы міндетті бұйрықтар, ұсынымдар шығару. Тағы сұрақтар бар бұл ретінде. Егер учаскелік полиция қызметкері шақырылып, бірақ ол келмесе, онда не істеу керек? Жауап: бұл жағдайда құзырлы органдарға, аудандық прокуратураға және аудандық полиция бөліміне шағым беру керек. Онда учаскелік полиция қызметкерінің әрекетсіздігінің заңсыз деп тану және оны тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы өтініш болу керек. Тәртіп бұзушыларға жауап ретінде қатты музыка қосуға, батареяны соғуға, олардың суреттерін көпшілік алдында ұялту үшін іліп қоюға бола ма? Сондай да сұрақтар бар. Жауап: сіздің тарапыңыздан осындай кек қайтару әрекеттері тәртіп бұзушылық ретінде тіркеледі. Өйткені сіз тыныштықты дәл солардай бұздыңыз және басқалардың қалыпты демалуы мен тыныштығына кедергі келтірдіңіз. Көпшіліктің алдында ұялту мақсатында үйдің кіреберісінде тыныштықты бұзушылардың суретін ілу туралы шешім қабылдағаныңыз үшін сіз Қылмыстық кодексінің 389 бабының тартыласыз. Ол не екен? Ол жүгенсіздік, заң тәртібін бұзушылық. Бұл Қазақстан Республикасының заңнамасындағы белгіленген тәртіпке қайшы келетін әрекеттермен басқа адамның немесе ұйымның даулы немесе болжамды құқығын жүзеге асыру, өз бетімен басқару. Тағы сұрақ: көршілердің кір жуғыш машинесімен гүрілі естіліп, ал өздері дүрсілдетіп жүрсе, онда не істеу керек? Егер мұндай алаңдаушылықтар 23-тен 6-ға дейін болса,
іс-әрекет тәртібі жоғарыда айтылғандай болады. Егер күндіз шу болып, сіздің денсаулығыңызға кері әсер тигізетін болса, онда учаскелік полиция қызметкерін шақырмас бұрын шудың шығу деңгейін өлшеу керек. Мен бұрын айтқандай, пәтердегі шу деңгейі күндіз 55 децибел, түнде 45 децибел болу тиіс. Ол үшін сіз санитарлық эпидемиологиялық қадағалау органын шудың қабылданбайтын деңгейі қай уақытта және қандай шу сіздің денсаулығыңызға айтарлықтай зиян келтіретін туралы жазбаша өтініш жазасыз. Өтініш бойынша санитарлық эпидемиологиялық сараптама жасалады, шуды өлшеу жүргізіледі. Сондай-ақ шуды өлшеуді тиісті лицензиясы бар жеке мекеме арқылы да санитарлық эпидемиологиялық сараптама аясында жүргізуге болады. Бұл тезірек болады. Халықтық санитарлық эпидемиологиялық аманның есендігі туралы Қазақстан Республикасы заңының 13-ші бабы бойынша мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардың актілеріне мыналар кіреді. Қаулының 2-ші тармағы Қазақстан Республикасының халықтық санитарлық эпидемиологиялық аман есендігі туралы заңнамасының талаптарын бұзғаны туралы. Қаулының 4-ші тармағы Қазақстан Республикасының халықтың санитарлық эпидемиологиялық аман есендігі туралы заңнамасының талаптары бұзылған жағдайда әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы. Санитарлық эпидемиологиялық қадағалау органдарының лауазымды тұлғалары заң бұзушылары тиісінше әкімшілік жауапкершілікке тартуы мүмкін. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 425 бойынша халықтың санитарлық эпидемиологиялық аман есендігі саласындағы заңнамалық талаптары, сондай-ақ гигиена нормаларын бұзу. Енді тағы сұрақ бар осыған тиіс. Көршілердің тыныштықты бұзатын мынадай оқиғалары жиі кездеседі. Түндегі ушу, өкіріп жылау, айғайлау, содан кейін көршілердің біреу ұстама сипатындағы қандай да бір неврологиялық немесе психикалық аурумен ауыратын белгілі болады. Полиция қоңырау шалу қажет пе? Ол науқас адаммен не істей алады? Жауап: бұл факт сізді құзырлы органдарға жүгіну құқығынан айырмайды. Бірақ бұл тұлға әкімшілік жауапкершіліге тартылмайды. Өйткені Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 29-шы бабында есі ауысқаны үшін жауап бермейтіні көрсетілген. Яғни, созылмалы психикалық ауруды салдарынан өзінің іс-әрекетінің нақты сипаты мен қауіп біле алмайтын немесе оларды басқара алмайтын тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды деп көрсетілген.